Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге чебуреки дайындайтын боламыз. Ұнымызға тұз, сұйық майымызды қосамыз. Қайнап тұрған ыстықтай суымызды құйып, нанымызды илеп аламыз. Жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Жусайымызды тураймыз. Тұз бұрышымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Жұмыртқамызды суға пісіріп алып турап қоссақ та болады. Нанымызды бөліп кесіп аламыз. Оқтауымызбен домалақ етіп жайып, ортасына қоспамызды қосамыз. Осылай жан-жағын бекітіп алып, вилканың көмегімен шетін әдемілеп шығамыз. Қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.